өлетінін сезген секілді. Ләйлә Сұлтанқызы өзінің соңғы жазбасын жариялады. Өз жазбасында Ләйлә Сұлтанқызы былай деді: «Сенсіз өткен бір жұма. Алланың әміріне қарсы тұра алмаймын, білем. Қабылда, әрі қарай ұмтыл дейсіздер, түсінем. Бірақ ойылып қалған жүрегімнің бөлшегінің орны ойсырап тұрғанда, қалай әрі қарай ұмтыламын? Соңғы жүздесуіміз Стамбулға барар алдын еді. Ләйлә, балаларды алып 3-4 күнге болса да барып келіңдер. Мен жұмыстан босай алмаймын. Балалармен бір дем алып кел», деп ерекше еміреніп шығарып салып еді. Әдетте Қайырекем эмоцияға берілмейтін, сол күні ұлдарды қайта-қайта сүйіп, жүктеріне дейін көтеріп, қол бұлғап ұзақ тұрды. Демалыстан елге ұшар алдында да қайта-қайта хабарласып, амандығымызды сұрап, үйде күтетінін айтты. Мына сурет пен видеода сол саяхатқа шығар алдын салып жатқан сәтінен. Әдетте адам алдын ала сезет деуші еді. Сезді ме, білмеймін. Сап-сау серігімнің жүрегі бір сәтте тоқтады да қалды. 16 жыл, 210 ай, 7305 күн жанымда болғаның үшін, жадымдағы әр сәт үшін саған алғысымды білдіремін. Сен секілді мені ешкім еркелетіп, сен сияқты мені ешкім түсінген емес. Енді бұл жолы сен туралы жиі айтуыма қарсы болмассың», деп Ләйлә Сұлтанқызы өз жазбасын аяқтады.